Көйлек қалай қыздар? Зор ма? Я сегодня твой. Ой! Самый дорогой букет в своей жизни. Жан, натура бұл өтірі. Сол капец қымбат емес пе бұл? Ашса жаным көрейік. Қара, жаным. Привет. Үйдің Wi-Fi қандай? Аты қандай? Ма жан? Осы жолы ботаға ерекше болып барайын деп шештім. Біздің жұмыс осы енді. Контент қой. Қарындас, етегіңіз қысқа екен, танысуға бола ма? Бота анандай гүлді түнімен иіскеп жатады сияқты. Қыздар, дәл осындай роза керек болса, тағы да жігіттеріміз бар міне. Заказға шығады. Көйлегіміз дайын қыздар. Айбөш, қатқысыңыз ғой тәте. Кеше неғып Бубаның күйеуіне ауыр комментария жазып сағансыңдар, Опон жігіт қой. Жап-жақсы жігіт. Просто мен өмірді араласу керек. Жаман болса тимеушем деймін. Ұқсайсыңдар екеуін негізі. Комментариялар оқып қалай чувство болды? Үйреніп қалған мен. Затуда да талай нәрсе жазып алды. Жерден алып жерге салып вообще мен байымды. Ешкім тыңдамасаңдар. Главное бақытты болсаңдар, екеуіне кайф болса болды. Бубаның жігіті өте талантты жігіт екен. 8 қырлы бір сырлы. Ұялтып жатсың. Мана жігіт біз тыңдап жүрген барлық хит әннің авторы екен ғой почти. Әншілердің барлығы таниды бұл жігітті. Екеуін қалай таныстыңдар? Басында мен шал деп ойлап қалған ғой. Басында мен бәрі шал деп ойлайды по идее ше. Қай жылысың? 2002 жылғы. Сен 2002-сің ба не? Иә. Сенен достойный жігіт таба алмаймын дейді да. Маған үйлене салшы дейді, короче. Мені қолдап жүрген қарындас әпкелерім, барлықтарыңызды жақсы көремін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Өмір бойы осы гүлдер сияқты құлпырып жайнап жүре беріңдер. 8 наурыз сіздердің мерекелеріңіз болса, біз үшін сіздердің бар болғандарыңыз күнде мереке. Мануға берейінші. Басымаға мың өзін алсайшы. Мирқыма тимеші. Жіберші. В общем, біздің влогты өткізіп алмаңдар. Бүгін кешкі сағат 8-де ютубтарымды қосып, қызықты жерден тиктокқа салыңдар. Кімде көп просмотр жинайды, соған бізден подарка болады. Оба, мен күшті подарка алдым. 8 мартқа не деп ойлайсың? Мәссен, кім келді? Үйленем дейді бала, үйленем дейді. Жүзікті тек қана үйленетін қызға ғана береді. Маған бәрібір. Ой, бо! Мынау кімнің есінде? Мен бұрында ваннада бас жуып жүрген кездерде мынау хит еді ғой менде. Угубайдың кесесі. Ойбай, жан! Мен алдында ұзатуға бара алмадым, потому что Африкада болдым. Бұйыртса тойға барамыз енді. Бақытты болыңдар, главный. Тос айта алмадым мен. Ботаның 2-ақ подружкасы бар. 7 мартқа қыда. Ой, жаным, рахмет. Аш. Жан! Не? Ашылған емес мынау. Ашылған жан. Біреуге беріп сағаны ғой мынау, короче. Қараңдар, сен ашылып жатыр там. Буба разочарование. Еще жайғасып отырып жатыр еді назеге. Блин, ят болды бота. Алып келдік. Ботаға ұнайды осыны ашқан. Таза күміс қой анда. Біз енді орамалда болғаннан кейін, короче, саған шашқа күтім. Ботаның шашы жоқ қой бірақ қазір. Қашан естіп жүреміз? Скоро мен қатын қосылады сендерге. Деп кішкене күтіңдерші, бұйырса мен қатын сендерге уағыз айтады. Қыздар, негізі күйеулерің 3-4 әйел алу керек деп уағыз айтады. Күйеулеріңе 3-4 әйелден алып беріңдер деп мен қатын сендерге уағыз айтады. Тезірек келсінші қатын үнді. Алш, қанша алғың келеді? Көрдің ма, мен қатын мен емес, бүкіл достарым күтіп жүр ғой. Ай, қолдарымды байып. Біз бүгін ойын ойнайын деп жатырмыз. Короче, мынандай пластилин алдым. Мына фигурканы жасау керек па қазір бізге? Иә. Кімде күшті шығады, иә? Иә. Мұнда бірақ түс, сондықтан әрқайсымыз әртүрлі түстен істей берейік. Қазір результатты көресіңдер. Короче, болды. Біз әлі бір-бірімізді көрмедік. Қазір көреміз. Енді мына екеуі жылдан бітірді ше. Сол ғой. Бірінші Банудікін көреміз. Наруто болды ғой. Ей, мынау Саске ма не бар? Вообще фото алғызып. Күшті ғой.
Күшті ғой, тиіспесеңдерші, әп-әдемі ғой. Ей, күшті деймін, қараш қандай әдемі. Жоқ, анда фотоға сай қылып түсірсеңдерші. Мен көрсетейін. Көрсет. Мынанікі бар ғой, бір малский ғой реально. Клоун ғой. Мынау шаштары, мына екі көзі, мынау мұрны. Снеговик па? Үй арыстандар болады, андай чо. Күшті ғой Нұржан. Сен екеуің ақылдасып алғансыңдар ма? Екеуіңдікі бірдей ғой. Бану екеуім бар ғой. Ағама жеңгем сай дейтін. Мынандай порода бар ма негізі? Сониктің мысығы ма мынау не? Екінші фигурка мынандай болады. Қазір результатын көресіздер. Сына қандай гүл? Новый персонаж. Неге аяғы жасыл? Гүл деймін. Көз шығып кетіпті ғой. Қарасайшы. Микроскоп болып тұр ма көзі? Мына ұқсапты енді. Құлақтары неге Бану. Жүрек қоқосай қатып? Алло. Адрес жіберсей ма? Мен саған такси жіберем. Ресторанда болады деп ойладым ба? Күшті ма? Аузы шар. Алдында бізден қызығы. Аузың беріп қой. Жоқ, мен жай құшақтап отыр ғой. Болмай ма? Жастарға болмайды. Не сен күйеуің болса мен болмайды. Бүгін, в общем, Ахида әкелді. Донердің абайы. Мынаны жейсің, ұйықтайсың ғой. Реально айтамын мен саған, мынаны жейсің, ұйықтайсың. Я украду. Бану қайда? Бану. үйде оны алып келейін дегенім. Қазір барны шақырам. Сахи, мен әйелім айырып жүреді сені. Көрсей сен просто жай таптыршы ол сені басады. Давай. Эй, давай кет. Ой, бай. Просто бak. Давай. Натурно мықты ғой. Сен қате емес па сұрағаның? Қара күш. Ботамен қол көресіз ма? Бота жатам. Мен төрешімін. Сол қапталдағы балуан, Олжас ханның қатында, сол қапталдағы балуан, Ахиджанның. Фотоны де. Кетек. Қолдырамыз соңғы. Ес айтыңдар. Айсынама, киіз. Ану, позор етпей. Давай, дұрыстап түсір. Давай. Ready, go! Айқын басымдылықпен жеңіске аяқ асты мен әйелім жетті. Көмектескен жоқпын. Нәзік қой. Қойдап қонды. Бота мен саусағым дейсің. Мынандай саусақ көрдің бе сен? Сүйәнім кәне. Кішкентай, ешен томпақ па? Ақи осы ораза кезінде су ішіп қойсам байқамай. Не болады? Ораза бұзылмайды. Самый главный андай әдейі ішпесең болды. Бағана мен просто еще ботамен әбейте тамақ ішіп қойдым. Ол қалай болады? Жоқ, ол да ештеңе етпейді. Егер сен әдейі ішпедің, білмедің ғой. Білмей қалдым. Жоқ, андай байқаусызда қайта ішіп қоя берсең, ол Алланың өте жақсы көрген құлы болып есептелінеді. Неге десең, Алла тағала оны ризықтандыра береді, көрдің бе? Тамақтандыра береді. Оны Алла тағала тамақтандыр дейді да. Оны Алла тағала ерекше жақсы көргеннен тамақтандырып қоя береді екен, ұмыттырып ше. Аузына көп түкірік жинап жұтса қалай болады? Бұзбайды. Тек қақырық болмаса ол. Қақырық жұтпайсың ғой. Негізі көбісі ауызашар кезінде андай ойлайды ғой, 1 минут қалған кезде дұға тілей саламын деп. Дұға негізі өте ұзақ тіленуі керек. Ауызашар кезінде дұға еткен адамның любой дұғасы қабыл болады. Ниет етіп, шын ниетпен сұраса. Ораза ұстаған адамның ауызашар жақындағанда бүкіл дұғасы қабыл болады. Секунд тақалғанда емес, бәлкім алдын ала ұзақ дұға жасау керек. Ал новыйдан шыққан смеш бургер. Қазір дәмін татып көреміз. Қарасаңдаршы, жап жұмсақ қой, ып-ыстық. Қазір дәмін көретін боламыз. Бисмилля. Мынау донердің абайының ең үлкен точкасы ашылған ғой мына жақта. Дос бала мен келінді алып келгенбіз. Сендер жүресіңдер ма или қалай? Ой, біз сияқты жүр ғой бұлар, доспыз. Çoğunay. Полқ деп үйленіп жатыр ғой. Қалай ақи? Patalo. Жақсы ма екен? Мынаның дәмі мощный енді. Маған қатты ұнады. Соус вообще кайф екен, родной. Мынандай мини бургерлері бар екен. Бір жұтасың болды ана. Аузын салсайшы ма? Дәм потолок мына жер. Жеп көрші. Жұп, жұмсақ. Мына видеоны кімге жібересіңдер, сол сендерге донер или бургер алып беру керек. Қазір трендте жүрген Дара деген братанымыз. Неге Дара? Дара тұлға деген сөз ғой. Негізі аты Ұлықбек қой братанның. Өзіңіздің легендарный мұрт па? Ақша табатын мұрт қой бұл енді. Мал табатын мұрт та. Онша мұрт емес. Білмеймін. Қалайсыз, Африкаға қалап еркендіңіз? Батаса мұрт жарасады екен еші. Трендті түсіріп жатырмыз да. Іс қалдық қой. Алдында қызықтырып салып қойыппын біразын. Аяғы ауыр әпшелеріміз бар екен. Айып етпеңіздер, кешіріңіздер.
осындай бірдеңесі бар еді ғой иә. Тұр енді өзің тұрсайшы. Бірі білсе де бірі білмейді, сіздерге тағы бір полезный информация болсын. Неге осы ауызашар уақытында тамақ келеді ғой? Ақшамды барып оқымай, біз неге бірінші тамақ ішеміз? Себебі мынандай, тамақ келіп тұрған кезде адам ешқашан тамақтан бас тартып намаз оқымайды. Тамақ келіп тұр ғой, сен барып намаз оқысаң, ойыңда тамақ болады. Ал сен ол кезде хушур деген нәрсе болады, намазда ықыласты бола алмайсың. Ойың тамақты болады. Сол үшін бірінші адам ойын бұзбау үшін бірінші тамағын жейді, асықпай полный қарын тойды алады, ал намазға смело тұрады. Тамақ іше алдым ғой деп ше. Ахир мен саған фокус көрсетемін. Шайтанды да алдадым. Қайсында? Мынада. Қателестің. Бір салман ойнап отырмын, старт берші. Го. Бір плюсы намазхана бар. Іші күшті екен, ә? суретті түсіге ма? Болады. Нешеусіңдер? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бургер жейсіңдер ма? Болды. Донер, 2 донер, 3 бургер, иә? Болды. Ке фото атсайық. 2 донер, 3 бургер. Хорошо? Бағана мен чорнеге сатпсан сияқты. Кеше бағана ашыландырған. Ой бол. Жаңадан көшкен үйімізге ұсақ түйек алып отырық базардан. Үйге не керек бізге? Нәрсе керек? Кран бітеліп қалған кезде себетін бар еді. Ол бота қайда еді? Неме алып сағансың? Ахи? Қашан салып үлгергенсің, Ахи? Апшагиде жататын балдар болады. Малсың ба? Ет емес пе? Ала салайық жарайды. Бағана мен чорнеге сатпсан сияқты. Азанда қабыл болсын деп жазған, ештеңе жазбаған ма? Содан әмин дей салу керек еді. Сен чорныйға кіріп кеткенсің ғой. Сен шымартқа күшті подаркалар бар екен ішінде. Өтіп кеткен. Қалай өтіп кеткен? Мына бәрі сатылып тұр ма не? Бәрі сатылып. Бір адам алып қойды. Мына очередті қарасаңдаршы. Аштан өліп жатырмын. Қарны ашып отыр ма? Неме жалып тұр? Рамадан ежмауна дейді. Рамазан бізді жинасын дейді. Біріктірсін дейді. Біріктірсін. Немеге күресеміз? Зиги-загиге көресіз. Давай, зиги-загиге. Или шалбанға күресеміз? Зиги-заги. Бәрі егіш. Ашпа! Қан, бір. Оңай емес, ол жасқан оңай емес. Зиги-заги ұтып алғансың ғой? Жатам. Жақсы. Молодец. Не болды, Ахи? 2 сағат қалды шыдашы. Депрессия ма, бота? Блокта жатыр ғой, блокта. Мына жерде жатқан жоқ, блокта жатыр. Тағы аламыз ба бірдеңе? Аламыз. 5 бармақ қояды. Ол машина 5 бармаққа емес, мынау пловқа. Ахинан қарас. Мына жасықпен жатсаң тек ана исламский түстер көреді сияқты. Мынаның ішінде реально выбор өте көп ше, басын ауырап кетеді. Сендер не істеушіңдер? Подарка қарап жүрміз. Короче, ұйықтайсың, бүйтіп жатасың. И содан кейін, ана, бүйтіп көріп аласың. Күшті? Мотори гүл сияқты, иә? Ертең 8 март вообще адам көп болады шығар осында. Я подарктар көп, мында выбор. Ботаға Меккеден осындай абайка алып келдім. Ол жасқа пішін алып келеді. Мағасай, берші. Мынау не ма, комплект па еще? Комплект қой. Ай, пе. Мынау сұмдық енді, мынау. Білмеймін, соңғы кезде что-то и суға байып жатырмын мен. Мынаны қарасаңдар сен. Ай, бе! Ту бергім келмей қалды. Мына бөлек болды, сұмдық мынау. Мына күшті екен қараш. Мынау Ибрахим Аль-Курайши. Грек табака, Бразилиян табака, Испания, Френч табака, Арабиян табака, Доминикан, Мексикан, Кубан, Жамайка. Короче, әр елден былай алғанда. Бауырым сенде бір жақтың емес, әлемнің исі болсын деп тұр ғой мұ. Алла разы болсын. Ота қоқырман бар. Қонаққа барғанды себем. Осы ашқан сайын қуаным Специально. Таза жемчуг қой мынау. Мана түсін қарашын. Әдем болады екен. Осы жемчугті қазір ана мойнына тағып алады ғой. Необычный ма, Зинеп? Очень. Вообще оригинально придумали. Мына білезікке прям кішкентай жемчуг. Қытай екен ана. Мынау таза күміс, вообще қараймайды. Күміс алдынан жақсы ғой негізі. Ауыртпашылықта иә барлық қандай. Көзді алып алады өзіне. У меня смотря на сиреневое. Все. Алла разы болсын. Мына жерде не бар? Салфетка ғой.
Жоқ, андай да, мысалы, сен цепочка бере салдың да, бере салдың да, ол, ал мына жерде өзі жасап бүйтіп. Қазір нелер бар ғой, ше поделкалары. Ол Жоқ, енді конкретно көрініп тұр ғой, түсілерін аламын, бақишқа емес, конкретно мынаны беру керек да. Аяқ тебе подарок. Не деп ойлайсың? Сен алдында косметика керек дедің ғой. Сол керек заттарды алдым да, мынандай подарокқа береді ғой жанына қара. Мына цепочканы косметика алғандарға подаркаға береді екен. Мынау короче цепочкасы емес, мынау муассанит бриллиант дейді ма, бірдеңе дейді. Капец әдемі ғой жан. Аттарын білмеймін мен конкретно айтайын саған. Примерно пудра сияқты. Басяттың. Сен короче осы косметикамен боянсай. Қанша тұрады мынау? Полный ма? Иә. Қазір айтсам шоке боласың ғой. Менікіне ұқсай ма? Бәрі менің цветтерім ғой. Ана, румяна. А? Румяна. Румяна? Иә. Ой. Че, сен бүйтші, мына бәрін тасташы, мынамен боянасың ғой қазір. Әкел қолыңды. Сен мені бұлай